облысы Мақтаарал ауданында су тасқынынан зардап шеккен ауылдардың әрбір тұрғынына 100 мың теңгеден төленеді. 6 мамыр күні Мақтаарал ауданына премьер-министрдің орынбасары Роман Скляр бастаған үкіметтік комиссия барды. Су басқан аумақтарды аралап шыққаннан кейін Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевпен және өзбек әріптестерімен бірге мемлекеттік комиссия су басқан Өргебас және Фердауси ауылдарына соқты. Ақсақалдармен сөйлесіп, тұрғындардың мұң-мұқтажын тыңдаған олар Мырзакент елді мекенінде жиналыс өткізді. Түркістан облысы әкімінің ұсынысы бойынша мемлекеттік комиссия су басқан ауылдардың әр тұрғынына 100 мың теңгеден өтемақы төлеу туралы шешім қабылдады. Мырзакент төңірегінде Достық, Жаңатұрмыс және Жеңіс ауылдарының тұрғындары қоныс аударатын жаңа шағын аудан салынады. Жаңа тұрғын үй алабына барлық коммуникация желісі жүргізіліп, балабақшалар мен мектептер бой көтермек. Су астында қалған екі ауыл, Фердауси және Өргебас ауылдарының азаматтарына облыс әкімі 3 түрлі ұсыныс айтты. Біріншісі, басқа елді мекенде үйлер салып, сол жаққа көшу. Екіншісі, суға кеткен ауылдағы үйлерін қалпына келтіру. Үшіншісі, тұрғын үйін өзі қалпына келтіруге ниет білдірсе, тиісті қаражаты аударылады. Бұл 3 ұсыныстың қайсысын таңдау тұрғындардың өз еріктерінде болмақ. Олар ортақ жиында бір шешімге келуі тиіс. Еске сала кетсек, 1 мамыр күні Өзбекстандағы Сардоба су қоймасының бөгеті жарылып, салдарынан Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы бірқатар ауылды су басқан болатын.